тамақты осы жерге саласыңдар деп жатсың ба, не деп жатсың? Не қалды? Тісім ауырып жатыр. Тісің ауырып жатса сен холодец құсап дір-дір етіп билеп жатсың ғой сен. Қай жерің тісің ауырып жатқан сен? Ты такой, не вини, пипец, Микки Маус. А? Мені сабағын жақсы оқысаң, мені сыйлық қып береді Санта Клаус. Санта Клаус сенен безген ғой, шанасын сыдырып қойғансың ба? Бір-екі бұғасын жеп қойғансың ба? Құршы бар, өзіміз ойнайықшы. Давай, үстіге астыға бауыз бол. Жігіттер, Таразға келдік, түсіп темек шегіп алайық. Қайқа баратырық негізі? Таразға қой. Пастель тапсырсаңдар сонда. Ненде жынды қылатын болдыңдар е? Не істеп жатсыңдар е? Тараз деген дамып кеткен қала ғой, айтсаңдаршы соны. Сонымен айтайын деп тұрмын ғой, Тараз деген дамып кеткен қала екен ғой. Мен мына Тараздың командаларына өкпеледім. Шығатта Тараз көне қала, ескі ғимараттар көп дейді. Ақтарың дамып кеткен екен ғой. Ұшатын машиналар жүр ғой. Сен шуға өтіп кеткенсің ғой. Таразға қайтсай. Негізіше, ондай қатты дамымағанша, Тараздың тұрғындары продукттың магазиннен бар алып жатыр ғой. Мысалы, біздің үйге продукттың өздері доставкамен әкеліп тастайды, бір безрукав киген жігіттер. Ол қайырымдылық қорғой досан. Кішкене жұмысты шеш, КВМ бір бәледіп жүре бермей. Кие сұрап Тараздың, білесіңдер ма? Киелі жер бұл. Киелі екен. Маған сезілді бұл, киелі мекен екен ше. Көтердің ба, не қайтып сезіледі ол? Антеннасын ба, сен бейт сезе алмайсың ғой оны? Киелілігін. Киелілігі көрініп тұрады өзі. Қыздары ибалы, жігіттері иманды. Көрініп тұрады ол. Білмеймін қайтыр, киелі екен көріп жаңағыдай әулелер. Әулелер көп қой бұл жерде. Әуле көп екен ғой. Әулелер көп қой. Не әуле бұл жерде? Әуле Валентин. Не әуле дегенес, әулелік түрі көп болмайды ғой. Бірақ әуле болады. Вайнерлердің әулесі бар, білесің ба? Таразда ма? Вайнердің әулесі ма? Міне, тірі көргеннің өзі ғанибет қой. Елдос Колобок деген кісі. Осы кісі ма вайнерлердің әулесі? Вайнерлердің әулесі бұл кісі. Бұның үйінің ішінде құдық бар екен. Құдық бар екен. Жас вайнерлер барады екен де шелек тастайды екен. Кімнің шелегінен су шығады, соның вайны атады, короче. Су шықпай қалса? Атпай қалады. Су атпай қалса? Атпай қалады. Бұл кісі 4 миллионға жеткен ғой, подписчигі. 4 миллионға жеткен ба? Мен жер бетінде жүр алмайын деген ғой. Мен жердің астына кетем дегенде қылует қазбаған ғой үйінен. Үйінің ішінен ба? Үйінің ішінен жер төлеуде тұрады. Бүйтеді да, қылуеттен шығады да, кішкене вайн сүреді, ыржың-тыржың етіп вайн сүреді да, карьелагын қолтайды да, қайтып қылуетке түсіп кетеді. Мынауың әулиелік емес, саршұнақ қой ішін, кіріп шығып бүйтіп жүрген. Асқар, кие сұрады, вайының атпай қалады, Асқар. Ондай нәрсе айтпа. Бұл кісі жақсы кісі. Бұл кісі ұлды болыпты жақында. Ұлды болды бұл кісі. Қошеметтеп қойыңыздар. Ұлды болыпты. Елдос Колобок ағамыз ұлды болды. Яғни кішкентай бауырсақты болды деп қоясың да? Кішкентай бауырсақты болды. Енді Құдай қаласа чак-чак, пішнайлар қосыла берсін. Жары не пельмень деп қойды. Кірмей қаласың деп айттым ғой жаңа мен саған. Киесі ұрды әне. Сөйтіп үлкен пекарный болыңыздар. Үлкен отбасы деген сияқты ғой енді. Одан кейін мына қазылардың құрамында кәдімгі Думан ағамыз келіп отыр екен. Бұл кісі сот дейді. Сот? Бұл орнымыздан тұрып қоятындай адам екен ғой, онда сот болса. Орнымыздан тұрамыз ғой онда. Бұл кісі білесіңдер ма, Думекең не деген? Не деген? Бір балға деген ғой. Бір балға деген ба? Путин бір кнопка деген ғой. Бұл кісі бір балға деген ғой. Кімге? Шегеге. Шегеге деген ба? Шегеге айтқан ғой, атак әділ сот бұл кісі. Одан кейін мына қазылардың құрамында Дидар Сыдықбек ағамыз келіп отыр. Бұл кісі доп тебеді дейді. Футболист дейді оны. Футболист дейді. Бұл кісі, білесіңдер ма, сен менсінбей тұрсың ғой. Бұл кісі Реал Мадрид бар ғой. 100 миллион теңге берем деген ғой осы кісіге. Ойнағанына ма? Кепірмен сүйсе. Өзіңізде таң қалып қалдыңыз ғой, Реал Мадрид дегендер. Ондай болмайды, қумай. Одан кейін жігіттер, одан кейін міне өзіміздің таза шымкенттік ағамыз, біздің жанашырымыз, бізге міне көштің бас болып жүрген Ерлан Айтбаев ағамыз келіп отыр. Таза шымкентский ғой. Қараңдаршы, таза шымкентский ғой.
ана біз шымкентскийлар ше бір жерде ақшаның темасы болып жатыр десе сәл сияға бүйтіп кірісіп кетеміз да ше бұл кісіге біреу айтқан ғой кинода қыран топан ақша болып жатыр деген ғой біреулер Қырватыр деген ғой. қырватыр деген ойбай кино түсірсең ойбай көтеріліп кетесің режиссерге костюм әпер ойбай көтеріліп кетесің деген ғой тіпма Кино жоқ, басқа жоқ. бұл кісі сынбайды бірақ Сынбайды екен, байқадым. ертең екінші киносын түсіреді сөйтіп тынады ғой өзі біле не қылады өзі Одан кейін міне мен бәріне әзіл таба берем бай Асқар таныстырмай ақ қойшы есін ағаң жұмысына бағасың ғой сен Тараздың жігіттері туралы айтсаңдаршы одан қайта жігіттері қандай батыр текті жігіттер екен. спортсмен мықты олимпиада чемпиондары шығып жатыр борец не деген борецтер шығып жатыр бізде жоқ қой ондай ана қабақ қаяқта ондай